Сәлем достар, бүгін сіздермен өзім сатылымға шығаратын дәмі өте керемет осындай квадратты вупи-пайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 100 грамм сары майымызға 80 грамм шоколадымызды қосып, водяной баняда ерітіп аламыз. 5 жұмыртқамызға 166 грамм шекерімізді араластырып миксерлейміз. Шекерді бір қасықтан баяулап салып тұрамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз 2 есеге ұлғаю қажет. Міне біздің жұмыртқамыз дайын болды. Енді оның үстіне еріген шоколадымызды құямыз. Шоколадты ыстық қылмай суытып құясыздар. Бөлек ыдысқа құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Бұл жерде електен өткізілген 190 грамм ұн, 25 грамм какао және 1 шай қасық толтырмай сода. Миксерімізді ақырын жылдамдыққа қосып, осы құрғақ заттарымызды бір қасықтан салып отырамыз. Міне біздің пирогымыздың тестасы дайын болды. Осындай қоюлықта болу қажет. Тестаны теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Осындай 4 бұрышты формаға салып, 180-200 градуста 10 минут немесе 12 минут аралығында пісіріп аламыз. Менің формамның диаметрі 30-40. Тесталарымызды осындай спатуланың көмегімен жайып, жан-жағына бірдей етіп жағып шығамыз. Тестамыз дайын, қызып тұрған пешке саламыз. Міне тестамыз пісіп шықты. Осындай пергамент қағазынан алып, суытуға қойып қоямыз. Қалған тесталарды да тура осындайғы пісіріп аламыз. Пирожныйларымыздың кремін дайындаймыз. 500 грамм творожный сырға 250 грамм 33% сливкиді және 180 грамм қант ұнтағын араластырып, қатты қою масса болғанша миксерлеп аламыз. Креміміз дайын, осындай қимылдамайтын қоюлықта болу керек. Кремді салафанды мешокқа салып, осылай тесталарымыздың бетіне жағып шықтым. Кремімізді барлық жағына біркелкі етіп, осылай жағып шығамыз. Мен пирожныйларымыздың ең жоғарғы бөлігіне осындай шоколадты ганаш жағып шықтым. Сосын беті қату үшін тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып аламыз. Тоңазытқыштан шыққан осындай беті қатқан пирожныйымызды енді бөліктерге бөлеміз. Негізі тортымыз тіке, түзу болып кесілу үшін пышағымызды осылай газға қатты ысытып аламыз. Ыстық пышақпен кессеңіздер, түп-түзу болып, кремі де ақпайды, тура кесіледі. Мен бұл жерде екі жағында 6-6 бөлікке кесіп, барлығы 36 пирожный шығардым. Және бетіне осындай құлпымайларды қойып шықтым сәндік үшін. Міне біздің пирожныйларымыз дайын. Дәмі өте керемет. Қонаққа апарсаңыз да, сатылымға шығарсаңыз да. Егер сізге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жасап көріңіз, ас болсын.